Бүгін мұсылман күнтізбесі бойынша рағайып түні. Қасиетті Құран кәрімде дәл рағайып сөзі кездеспейді. Бірақ рағиба түбірінен шығатын 8 сөз бар. Рағайыптың сөздік мағынасы рағиба сөзінің көптік мағынасын береді. Ал рағиба жауһар, құнды, бағалы, ихсан мағыналарына келеді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам рағайып түні жайлы мына 5 түнде жасалған дұғалар кері қайтарылмай қабыл болады. Олар рағайып түні, шағбанның 15-ші түні, жұманың түнінде, ораза және құрбан айттың түндерінде деген. Бұл қасиетті ереже байындағы рағайып түнінде күллі мұсылмандар күндіз ораза ұстап, мұқтаждарға қызмет етіп, түнде Раббысын зікір етіп, нәпіл намаздар оқиды. Нәпіл намаздардан осы түні әсіресе қажет намазын мол оқыған абзал. Себебі бұл түн рағайып сөзінің өзі айтып тұрғандай, адамдардың қажеттері өтеліп, қалаулары берілетін түн. Тағы көп Құран оқып, Алладан истихфар тілеп, тәубемізге келуіміз шарт. Алланың берген шексіз нығметтеріне шүкір етіп, мейірімі мен рахымын еске алуымыз керек. Осы қасиетті түнде орындалу керек ғибадаттарды ретімен келтіретін болсақ, бірінші, Алланы көп зікір ету. Алланың жаратқандарына қарап 99 есімінің мағынасы жайлы ойланып, Алланы өзіне тән сипаттарымен тануға тырысу. Екінші, тәубемізге келу, Алладан өткен кеткен және алдағы үлкенді кішілі күнәларымыз үшін кешірім сұрау. Үшінші, Аллаға көп шүкір ету, Алланың берген барлық нығметтері үшін шүкіршілігімізді білдіру. Төртінші, бар болса қаза намаздарымызды өтеу, нәпіл намаздар оқу. Бесінші, көп Құран оқу. Алтыншы, салауат айту. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам салып кеткен сара жолына ой жүгіртіп, оның саллаллаху алейхи уассалам сүннетімен қаншалықты өмір сүріп жатқанымызды ойлап, салауаттар айту. Жетінші, дұға жасау. Алладан екі дүниемізге қажеттің барлығын тілеп дұға ету. Және осы түні ғибадаттармен қоса, ереже байының басқа күндерінде де сауапты амалдарды орындап қалуға тырысуымыз керек. Туыстарымызбен, достарымызбен жылы қарым-қатынаста болып, бір-бірімізді құттықтап, біреумен ренжіскен болсақ татуласып, ауру жандар мен қарт кісілерге қол ұшымызды созып, жетімдер мен жесірлерге қамқорлық жасап, кедейлер мен міскіндерге көмек көрсетіп, Рамазан айының жақындағанын сезінетіндей амалдар жасауымыз керек. Осынау мүбәрәк айлардағы күндерімізді оразамен, қызметпен, ал түндерімізді құлшылықпен өткізсек, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Және де айта кететін бір ескерту, рағайып түніне арналған және де ереже айына арналған арнайы 20 рәкат, 100 рәкат деген намаз жоқ. Тек нәпіл намаздарын оқып, қажет намаздарын оқып, зікір етіп салауат етсеңіз болады.